Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін шаштың ағаруын үй жағдайында қалай емдеуге болатынын айтатын боламын. Шаштың ағаруы бүгінгі таңда екінің бірінде кездесетін мәселеге айналып кетті. Өйткені жасқа байланысты емес, кейде жасөспірімдердің де шашына ақ түсуі кездесіп тұр. Мұның себебі неде? Әрине әртүрлі жағдайлар. Дұрыс тамақтанбау, салауатты өмір салтын сақтамау, денсаулық жағдайына, экологияға байланысты деп қарастырып жатамыз. Дегенмен мамандар шашты бастапқы қалпына келтіріп, қарайту үшін бірнеше әдістерге жүгіну қажеттілігін ескертеді. Бірінші кезекте жаңғақ. Жаңғақта ақ шашты қарайтады. Бірнеше жаңғақты алып ұнтақтайсыз. Ештеңесін алып тастамаңыз. Осы ұнтақталған жаңғақты қайнаған суға салып, жарты сағаттай қайнатыңыз. Кейін әбден суығанын күтіңіз. Ыдыстың түбінде тұнбасын қалады. Әуелі шашыңызды сусабынмен жуып алыңыз. Қолыңызға бояу жұғып қалмау үшін қолыңызға резеңке қолғап киіп алып, түбіндегі тұнбаны басқа ыдысқа салып қойыңыз. Содан кейін шашыңызды осы сұйықтыққа батырып, бояу шашыңызға жақсылап сіңуі үшін жарты сағат көлемінде ұстап тұруыңыз керек. Шашыңыздың сұйықтыққа батпаған тұсын әлсін-әлсін қолыңызбен жуып тұрыңыз. Содан кейін жылы сумен шайып тастайсыз. Сондай-ақ пияздың көмегімен де қарайтуға болады. Жарты стакан ұсақтап туралған пиязға 250 мл ыстық су құйып, 20 минут бойы бәсең отта қайнатыңыз. Суыған соң сүзіп алып, сұйықтыққа біраз қасық дәріханада сатылатын глицеринді қосыңыз. 3 апта бойы осы тұнбаны күніне 1 рет үзбей жағып, уқалай отырып бас терісіңізге сіңдіресіз. Сонымен қатар жөке ағашының тұнбасы да көмек бере алады. Жөке ағашының бұтақтары мен жапырақтарын бірге ұнтақтау керек. 5 ас қасық ұнтақталған жөкеге 1 стакан су құйып қайнатыңыз. Отты баяу етіп қойыңыз. Судың 1/3 бөлігі қалғанша қайнау керек. Одан кейін суды сүзіп алып, шашыңызға жағып шығыңыз. Полиэтилен қалтасын киіп, сыртынан сүлгімен орап қойыңыз. Жарты сағат өткен соң жылы сумен сусабынсыз жуыңыз. Достар, егер де бұл видео сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.